Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде кезекті жайдарман талқы, жайдарман топ биылғы маусымының, саналы маусымның бірінші айналымы, бірінші турдың сайыстары жалғасуда. С және Д топтарында өнер көрсеткен командалардың жалпы ойынын бағалап, өзіндік бір сынмен мақтауын да келістіріп айтуға бүгін талқыда бірнеше қонақтар келіп отыр. Менің есімім Мерей Ермұханов. Сонымен тәлімгерлердің атынан жалпы ардагер жайдарманшы, чемпиондардың ұстазы деп бағаланатын Қасиет Кәрім мырза келіп отыр. Қазылар алқасында алғаш рет бір жағынан өзі жайдарман сахнасының сызы әлі табанынан кетпеген, жақында ғана ойнаған қазылар алқасының мүшесі болған Қанат Тасхан. Ассалаумағалейкум ағайын. Сонымен қатар белгілі қазылар алқасының мүшесі, тұрақты блогер, тележурналист, Қазақстан футбол федерациясының вице-президенті, пікірсайысшы, талқышы, көптеген статустары бар. Және ВК-да статусы. ВК-дағы әсіресе статус. Нұрсұлтан Құрман бүгін қазылар алқасында өнер және ардагер жайдарманшы Сырым Уәлиев те өз пікірін айтам дейді. ВК жоқ па не сендерде? Менде бар. Жоқ па Қанат сенде? Бұрын болған ба негізі? Болған. Жауап тастадың ба? Иә. Точно? Жауап тастадым, андай құлтанып қалды. Заңсыз видеолар көргенмін ба сондай. Мегабайтты жаман жеді ғой. 42 минут. Безопасный поиск дегенді алып тастап қой. Ойнайтам. Качественный байқта. Ал енді ВК туралы әзіл түсінікті неге екені кейбір командаларда болды. Оған бірақ реттілігімен бастайық. Бірінші С тобының бірінші жұбы Тау құрамасы Индер құрамасын 3-1 есебімен жеңді. Бір әсіре сілтеу Ньюс немесе Суайт жігіттің әзілдерімен бастаған Тау құрамасы қыздарға еркелеген Индер құрамасынан тәжірибесі кем емес болатын, бірақ биыл қайта оралған жоғары топқа 3-1 есебімен аяқтады. Неге бұлай болды? Қазылар алқасынан бастауға болады, немесе тәлімгерлер құрамында сіздің командаңыз жоқ қой, Қасиет бұнда? Жоқ. Ендеше, Нұрсұлтан? Жоқ, Қанат бастасын, ойы қазір бірден соған не істемей тұрған кезде, дайын тұрған кезде, Тау мен Индер. Бордовая битва. Тау тәжірибелігін көрсетіп тастады. Жүсіп братандар қасына баяғы састап, шеттегі баланы күшті таңдаған. Сол бір әдемі тұздық болды. Қарсыласы сәл дұрыс андай Индер болып қалды. Басқа бір болғанда Тауды жеңіп қоюда мүмкін еді. Индер сәл дайындалғанда да ақ қояр еді. Аз ғана басымдықпен Тау сөйтіп ұпай санын алды. Материал мен игровой жарысқан сияқты болды да. Біреуінде игровой бар, материал жоқ. На кісілерде материал бар, саяси, әдемі. Баяғыдай емес, андай басқаша кәдімгідей ойнады. Балаша жайдарман ойнаған жоқ, кәдімгі саналы, есейген команда екенін бұрыннан ойнап келатырмыз деген жоқ та, братандар. Әдем ойнап тастады. Менің айтайын дегенім, бұл жерде тың дүниелерді көп ұсынды Тау. Әр қайсысы актуалды болды, өзекті болды. Кез келген банкоматтан болсын, жарайды ол. Соңғы жағында жаңалықтардың блогы барлығын қамтып өтті. Бірақ материал көп. Бірақ игровой әрине әлсірейді бұл жігіттерді. Әлі де болса игровойды күшейту керек. Өткен жаңа старый состав сияқты ғой, ескіден 3 футболист қалды, жаңадан екі игрок қосты, оның бәрін бір ғана қайнатылды былтырғы премьеркада. Содан қалып, еще Орик дейтін бір жігіт мұна шетінде тұрған. 6 жыл ойнамай бірінші сразу қайттан шықты. Мен бұл жерде тағы бір нәрсе айтатыным, қазір оралатын Шатырда болсын, біз талқылап отырған Индерда болсын, олар бұрыннан келе жатқан командаларда олардың фишкаларын біз алдын ала біліп отырамыз. Фишкалар, мысалы, біз білдік соңында Индердің фронтмені ән айтатын, сол пиджакпен шығатын білдік. Басында сол қыздармен әзілдесетін ол білдік қадамдар. Бірақ күлкілі болмай қалды да, бізге өтті негізі, бірақ халық өтпей қалды да ол ше. Сондықтан ол білетін нәрселерді алдын ала оқып отырдық не болатын. Ортасындағы шуткалар, әзілдер бір салмақты болған жоқ, өтімді болған жоқ, солысымен жеңіліп қалды деп ойлаймын мен негізі. Тек WhatsApp деген әзілдері. WhatsApp әзілі жақсы әзіл. Және де той деген соңғы әзіл болды. Енді халыққа өткен жоқ, маған айтайын, субъективті түрде маған күлкілі болды. Себебі ол жиза дейді ғой, өмірден алынған әзіл болды действительно. Соңғы әзіл. Бірақ ұзақ ойнап алды оны. Ұзартып жерді. Пауза көп болды арасында. Жақында үйлендің ба дейді. Сосын ана бала мен баланың искелесіп кететіні бар ғой. Сәл көрсетсе де болады негізі. Қаттандай бүйтіп кетті де сонымен. Сәл маған бір түрлі көрінді. Қыз бен бала болып ойнап тұрған. Болса қыз ойнату керек еді. Қызды қалай искесең де жарасады ғой. Ана баланы қыз искегенде искегені сәл дұрыс емес те болды маған. Және Тау негізі астаналық командалар осы бір менде бір байқайтыным. Или игровойлығы ма ол?
бірінші біраз маусым халыққа өтпей келіп бір өзінше бір ойыннан кетер алдында қорытынды маусымында бір жақсы мықты ойындарын көрсетіп кетеді. Тау мысалы былтыр Астана ашық лигасын ойнады ғой, дәл осылай күлкілі болған жоқ олар мысалы. Сол жақтағы командалармен бір деңгейлес болып, әйтеуір финалда бір-екі әзілдер сәтті шығып жеңіп кетті да. А бүгін менде сондай бола ма деп қобалжып жібердім. Жоқ, жақсы ойнап шықты. жоқ, мен келіспеймін. Тау полуфиналда өте мықты ойнады өткен жылы. Олар премьер лига ғой, енді ашық лиганың чемпиондары ғой, былайша айтқанда. Полуфиналдары өте мықты болды. Бүгінгі ойында айтайық. Иә, соны өте ескертіп күлкілі болды, алмаймын. маған ұнады. Жалпы Былтырғыда естеріңізде тасталды бұл. Қазір естен шығып кетті біздің. Қасиет, сен командаларың емес қой екеуі де, Вообще қалай айтсақ енді эфир бойынша ма или жалпы енді бұл жерде даже тәлімгер. Жоқ, қазір не айтсаң да бола береді. В каком плане менің алдымнан өтеді ғой по-любому мына командалардың барлығы. Қыздарскийді ғана көрмеген шығармын. То есть олар былтыр ғана наматтан шығып бірден өтіп кетті. Қалған командалар Тұран, Жусиді мен танымасам екен дейтін не ғой. То есть танимын баяғыдан, досым, інім жақсы. То есть ол Астананың 2012 жылғы маусымынан бастап ойнап кеткен жігіт. сосын Тауға жеке осылай пікір, сендер Астана қаласының атынан шығып отырсыңдар, астаналық команда ойнаңдар, соңындағы кодадағы ол кішігірім қаланың атынан сендерге демеуші болып отырған университеттің атынан және Астананың намысын жыртып отыр ғой деп жанкүйер болып отқан жергілікті халықтың алдында дұрыс емес деп ойлаймын. Иә, сізде мен де Шымкенттемін, сізде шымкенттік жігітсіздер, бірақ Астананың атынан шығып отқан Шымкентский команда деген ол дұрыс емес. Алдында крашқа да айтқам, құрамында бірде-бір Шымкентский жоқ, алматылық команда дейді. Оны араластырмай қойыңдар олай. Қай жердің суын ішсең, сол жердің жырын жырла деп. Вот, мінеке. Бір жағынан бұл Қатты ойланбаған сияқты бар ғой, соңында кетерде әдемі бірдеңе айтып кетейік деді де, біреу айта салды ғой да. бұрыннан келе жатқан жүріс емес па Баяғы негізі? кодасы. Ол Алмалы деген Бұрынғы командалар командаларға, сыйлайды мына ғой Алмалы емес, одан бұрын. Оның бір себебі Астанамызда басқа қалалар секілді Шымкенттердің көп болуына да қолдау көбірек түсетін секілді болып көрінеді. Қазір ол нәрсе болды ау, иә. Азайды ма? Азайды ол. Шымкентті бөлу, басқа қылу. Мүмкін Қазылар алқасында Шымкенттік отырды, мүмкін содан шығар. Енді Индер тәжірибелі команда, бірақ мына дистанция қысқа ғой бізде турнирлік 3-ақ турдан кейін. Сондықтан әрбір ойында ұпай жібермеу керек. Жақсы дайындық керек. Жаңағыдай осы жылдың басында неге Жайдарманда мысалы вроде күшті командалар, бірақ білмей қалады да осы жыл не өтетінін. Өйткені уақыт өзгеріп кетеді ғой. Былтыр жыртып отырған нәрсе биыл өтпеу. Ешқайсысы да білмейді. Мысалға әркім өзінің былайша айтқанда былтырғы приемдарын алып келеді, көреді қай жері істеп тұр, қай жері істемейді. Жаңағыдай ғой, жуалда былтырғылардың көп нәрсе істемей тұр екен. Иә, ендеше жай ғана сызғып осы жұпқа өтейік. Жалпы бүгінгі ойындағы жұптардың ішінде екеуі де жақсы ойнаған жұп осы секілді. Қыздарский Жуалға қарсы есеп 2-2 аяқталды. Бай әділ есеп деп санайсыздар деп ойлаймын. Мысалы сырттан қарап отырған сыр 2-2 жақсы есеп па? Көрермен ретінде Жуалы ол халық күтіп отқан құрама. Вице-чемпион статусында шығып отыр. Ардагер жайдарманшылар, қыздар болса, олар қыздар нәзік. Жалпы бір-біріне дұрыс қойылмаған жұп деп ойлаймын. Бірақ бір топ по-любому кездеседі, не болса да сондай ма? не болса да бір-бірімен. Солай түсіп қалды. Енді материал жағына қарасақ, өтірік айтпаймын. Сіздерде не болып отқан деп қойса. Материал жағына маған қыздар қатты ұнады. Иә. Материал жағынан қыздар күлкілірек болды. Семейский болғаннан кейін шығар. Мүмкін. Мен де саған қайтарып отырайын маған. Мүмкін. Бірақ Жуал енді достарым, әріптестерім бұрында бірге ойнадық қой. Бағана өздеріне де ойыннан кейін айттым, по мне вы проиграли деп өздеріне де айттым. Бірақ 2-2 мүмкін дұрыс. Тізесі шыққан әндер деген блог қандай тамаша, иә? Иә, өте күлкілі. Мен оны бүгінгі ойынның шутка днясы деп өзіме. Қанат, кешірім сұрайым. Сен дауыс бердің ғой Жуалыға. Негізі Жуалыға бергің келіп берді ме, әлде екі ойлы болып тұрдың ба? Не әсер етті Жуалыға беруіңе? Бұл жайдарман солидарности деп ойлаймын өз басым. Біріншіден мен бірінші рет отқаннан кейін қатты қорқып отырдым. Ана келін өзі келгендей, бала өзі болғандай, мына отырып тө не болды сонша деп қала ма депті. Біз енді шүкір өзімізден кішкентайды чемпион қылмай, өз қатарымызбен чемпион болып кетіп қалғанымызға. Негізі сәл әбейді нәрсе ғой ол. Өзіңнен кішкентай кейін бастаған бала Қазылар алқасына отырса, оның алдында ойнау деген мен үшін білмеймін, мен сәл не қылар ем. Құдайға шүкір сол ертерек бітіріп кеткенімізге. Бұлай ештен кеш жақсы дейді. Братандарым ретінде, сыйлағанның ретінде оның үстіне улап-шулап әдемі көңіл күй сыйлағаны көрініп тұр ғой. Андай бір екеуі қосылғанда сонымен ұпай беруіме тура келді. Бірақ қыздар Тип шантаж деп ойлап қалды деп ойлап қыздар жыртып кәдімгі болып кеткенде,
мен оны аға апаға қарамайтын едім, қыздар болса қыздарға беретін едім ғой. андай бір сезім болып тұр да, жайдарманның- негізі аналар ұтты ғой, неге бердің деген жоқ. Мысалы, анау сенің алдыңда күшті команда жақсы ойнап шықса, одан кейін шығу оңай емес қой. А Жуалы деген өзінің алдындағы күшті ойнаған қыздарға қарсы бәрібір күшті ойнады деп санаймын мен. Жуалының енді бірге дайындалып жүрген команда ретінде посчастливился. Олар бәрін білді изначально. То, что олардың әңгімесін бәрі ескеріп тұрған, ана қыздардың просто шыққанның өзі, любой жаңадан шыққан команда халық үшін қызық болады. Бұл не айтады екен, не көреді екен, бірінші ойында. Потом үйреніп алғаннан кейін қиын. Потолок 2-2 болсақ нормально болады, бір апай алып кетсек болады деген оймен келді. Негізі енді, может, іштерінен де ойлаған шығар, 4-0 Қыздар ма? Жоқ, Жуалы. Жуалы. Нақ қорқып жүр. Жоқ, олар понимали дегенім ғой, то, что и мне кажется, даже шүкір ойын болды, потому что қазір олар былтырғыдай емес, былтыр тек КВН и көздері от болды, қазір проекттер бар, ар жақтан звондап атады, мына жақтан бірдеңе бар, уже мынандай деңгейде КВН ойнаудың қолына екі дополнительный чемоданмен жүгіру дейтін. Көріп жатыр бірінші. Қап-қап сыйлықтар берді ғой сіздерге, бір қаптан. Қыздар жаңағы неге қорқып жүр дегенде, қыздар Ресейге де барып келді, Сочиға, және де олар Қыздар Ресейге барып келген команда. Ресейге, Сочиға барып келген команда, және олар Қазақстан атынан жалғыз құрама болып бір лигада ойнау керек болған. 160 команданың ішінде оларды шақыртумен По-любому нешінші жылғы қыздар деп. бірақ олар барған жоқ, жайдарман. Мен по-любому бір нәрсе кішкентай айтайыншы, қыздар ғой осы олар. жерде қасет, мынау Сочи деген ұғым бойынша бірден осы жерде айтып алған дұрыс деп ойлаймын. Сочиге тек мықтылар барады деген сөз емес. Сочи ол бір көрсеткіш емес. Сочиге барған біз көп команда барады Қазақстаннан. Оның барлығы жыртты, барлығы рейтинг, повышенный рейтинг, екінші лигаға жолдама алды, екінші айналымға деген жоқ. Барды дегендер біреулер ойлап қалады. Сочиге барып келіп десе, ойбай, анау мықты команда, мынау біз түсінбей отқан шығармыз деп түсіну мүмкін. Олай емес. Сондықтан бұл жерде біздің көрермен шатастырмау керек. Сочиге барып, егер екінші айналымға өтсе, повышенный рейтинг алса, сыйлаңыздар. Алашын жай Сочиге барып келгенбіз деп отса, это не показатель. И то қазіргі уақытта біздің кезімізде, то есть мен жаман қазір оңай ғой шыны керек. Қазір өте оңай. Екінші рейтинг Бірақ қыздар алу алып алды. Қаншама команданы көресің ғой, Сочиге барады Спарта Қазақстанның. ала алмай жүретін еді ғой, кейбір кездерде бар ғой, то есть жаңағыдай. Қазір кішкене жеңілдеп қалды. Россияның құттай әзілдеу деңгейі чуть-чуть артып кетті. Нашарлап. Біздікілер телефон арқылы жетіп алдық та. Мен бұл жерде айтайын дегенім, негізі 2-2 жарайды, бұл жерде Жуалыға аванспен берілді деп ойлаймын, тең ойын. Бірақ олар кодаға шыққан кезде көздерінде көрініп тұрды. Баяғыдағыдай овацияны ала алмай жатыр да, жеңіліп қалдық қой, 4-0 болмасақ болды деген сияқты. Өйткені қыздар свежий, балғын ғой, балғын әдем әзілмен, қылықтарымен қыздардың эффектісі ойнап кетті, керемет алып шықты ойынды. Жұмыс істегені көрініп тұр. Овация демекші, бүгін ешқандай командада гүрс овация болмады. Талантта ғана болған шығар. Талантта болды енді аздап. Ләйлә Сұлтанқызымен референт жасаған кезде өте Иә, қатты иә. авация. Баяғыда ойбой. Сондықтан Біздің кезде деген. 3-1 ғой негізі. Бірақ 2-2 жарайды енді. Бірақ та егер де Жуалы сол жұпты ашқанда, бәлкім бәрі басқалар. Ол қиын. Себебі Жуалыны халық күтіп отты. Қыздар мүмкін бұл фонда уже өздерін басқалай көрсетіп жүр. Қыздардың өздеріне былай та қиын болды ғой, даже бүйтетін нәрсені бірдей істей алмай. Жуалыға дайындалу керек жігіттер. Жуалының ана блогы Дайындалыңыздар. қазыларға қап-қап тұқым беретін жап-жақсы ғой негізі. Тұқым? Иә. Біздің жақта айтады енді. Бізде тұқымды басқа нәрсе айтады ғой. Дән. Бізде жұмыртқаны тұқым дейміз ғой. Ол да сондай нәрсе ғой, одан да шығады ғой. Егер Жуалы ашқанда бұл жұпты, менің Жуалы, 3-1 тұқым. Жуалы ұтушы еді. Опа. Мана сезонның басында су қандай екенін, ыстық па салқын ба білмейді ғой. Бүгін түсіп шықты, енді келесі турдан бастап көрінеді кімнің кім екенін. Ну, енді бас істемейтін балалар по-любому дайындалмай келе береді. Иә. Ондай жоқ шығар, бұл жайдарман топ қой. түсініп алды. Бұрынғыда чисто қиялмен ғана дайындалмайды, а уже реально не істейтінін біліп. Жақсы. Жақсы. Д тобында алғашқы жұп Алмалға обалдау болып кеткен жоқ па? Енді сөзсіз енді 4 ұпайға лайық ойнады талант, бірақ 5 ұпай жоқ, әттең Алмалға. Өйткені басындағы Елдармен бастаған қандай видео бастамасы қандай тамаша басталды. Енді әрі қарай сондай бірыңғай сәтті болған жоқ дегенмен бір жағынан дұрыс деп ойлаймыз, Негізі бұл жерде айтайын деген, былтырлары мысалы кейде бір команда 3-0 болып келе жатса, мен болсын, басқа біреу болсын, жігіттердің бір еңбегі болды ғой деп, бір ұпай беріп 3-1 қылатынбыз да. Кейін сол орысша айтқан кезде злую шутку сыграл. Кейбір командаларға плей-оффқа шығу үшін, мысалы 4-0 ұтуға лайықты командалар кейде 2-2 болып кетті, 3-1 болып кетті да.
плей-оффтың алдында ұпайлары сол кезіндегі қайырымдылықпен беріліп кеткен ұпайларға жетпей қалды да плей-офф қоймай қалды, немесе өзіне қатты мықты қарсыласқа тап болып қалды. Сондықтан осы жолы мен басында айтқам алғашқы талқыда, жігіттер, команда шын мәнінде 4-0 жеңді ма, ол 4-0 жеңу керек болды. Және бұл жерде Алмалға өкпе жоқ, жақсы ойнап шықты, бірақ талант енді бүкіл ұпайға лайық болды, барлық жағынан мінсіз ойнап шықты ғой енді. Алмалы егерде шатырмен ойнаса, немесе шапалақпен ойнаса да, Алмалы жеңіп кетер еді мысалы. Алмалы өте жақсы ойнады. Талант одан да өте жақсы ойнап кетті да просто. Болды, әдемі сөз. Иә, екінші ана ойым, бүгінгідей жақсы ойын, келесте шыға ма шықпай ма сол белгісіз ғой, мысалы сол кезде осы ұпай жетпей қалады деген секілді. Мүмкін талант келесте бұндай ойнай алмай қалса алдыңғы ұпайларымыз қалып қойды деген ойға. В общем, Арсенал Баварияға түсіп қалды деп тұр ғой, мына жұпта. Биылғы маусымда Арсенал мықты. Кеттік ары қарай аға. Ол қысқа ғана қайырдыңыздар. Жоқ енді Алмалы. Ләйлә апамыздың караокесін ешқандай істемейсіздер, таланттың. Ол енді бағана қазір қасып отырған кезде талқылап тастадық қой. ВКонтакте ғой, сол тема емес па? ВКонтактедағы барлығы. Оны өзіме шутка дня деп жаздым. Мен өз ойымды қоспасам бола ма? Мен экранды вообще көрген жоқпын ана жерде отырғанын. Өзіме жаңағы рефрендпен қайтып келгені единственный шутка болды, залда овация берген негізі. Прям қатты овация беріп. Иә, рефрен. Мен қазір онша ана кавер шоу тағы басқа бағдарламада ән айтып жүрмін ғой енді былай, әудемейдің қазақ жоқ деп. Ертең бір арада жылдар өтіп өсті, қала ма әнім деп, экраннан шығып қала ма деп қорықтым жаңа. Отырсаш, амин деп отырсаш. Иә. Ләйлә апай сияқты отырған. Жақсы екен, ВКонтактіңізді бұғалап тастаған. Енді Ләйлә апамды көмес көмей әнші деп көрсетіп тұрған жоқ қой. Сол мен сияқты апамда жас кезінде ортада. Ләйлә апамыз жыл өткен сайын керісінше жасарып бара жатыр ғой. Баяғыда мен Ләйлә апамызды 2007 жылы Алматыға келген кезде массовкада отырып сахнадан көрдім ғой. Үлкен кісі болып көрінеді. Қазір қарасақ өзіміздің бір құрдасымыз сияқты да. Сондықтан жақсы, респект. Ол да тамаша. Және таланттың соңғы әзілі. Оны да айтпаса болмайды. Соңғы әзіл таңғы бағдарлама. Арайлы таң бағдарламасы. Иә, прям точкасын қойды. Анау немен келіп отыратыны, поездбен келіп. Айтам, иә, сосын анау араластырып жібереді ғой жүлделерді. Біреу спорттан әкеп атады, біреу әннен. Бір звонок жетпей қалды сол жерде, студияға хабарласатын біреулер болушы еді ғой. Ар жақтағы теледидардың дауысын жай қойыңызшы дейтіндер еді. Просто мынандай нәрсе ғой, тәтті жерінде аяқтады. Бәріміз бір нәрсе жетіспей қалды деп отырдық. Жаңа дұрыс та шығар ол. Өте дұрыс нәрсе. Маған өте қатты күлгеннен бөлек ләззат алғаным, біздің қазір телевизияда андай жасанды жүргізуші емес, жүргізушінің рөлін атқаратындар бар. Бағдарлама жүргізіп пе едік? Сол баяғыдан қалып кеткен телевидениеға барып бір бағдарламаларында еркін отырып осылай қылайын десең, болмайды, біздің телеканал сөйлейді бірдеңе. Содан бүйтіп отырасың, бүйтіп қақиып. Ұқыпты, вообще приятно андай да. Жүргізуші деген өзі туылады адам, жүргізуші болып туылады. Бізде қазір Қазақстандағы көп бағдарламаларды қарап шығам, жүргізушінің рөлін атқаратындар бар да. Жүргізуші емес ол жүргізушінің рөлін атқарып атқан актер да. Сондықтан сондай жасандылық байқалады бағанағы эфирдегідей. Соны күлкімен, әзілмен жеткізіп отқан жоқ қой балалар. Ой салады. Сосын олар кейін сол жерде отырады да бір күні сосын площадьтағы концерттерге жүргізуші болып шығады ғой. Сол жасандылығы. Айттым бана. Естілмейді деп айта беріп шапалақ сұрай беретіндерін айтамын да. Енді бір нәрсе айтайын осы жерде. Біз таланттың бір әзілін айттық, және бірден талқыға салып жібердік. Сол бір әзілді ғана. Ал Алмалы тек LED экранмен күлдіртті десек болады. Иә, шығатын кезде сол үшін талант ары қарай деп ек. Негізі күлгісі келіп отырды халық та. Негізі иә басып кетті енді, күтіп қалдық. Соңғы жұпқа көшейік. 2Ш шапалақ шатырды 3-те біресен өтті. Енді бұл жерде көрермен есебінде бір қатты жоғары деңгейдегі бір соң аяқтайтындай жұп болмаған секілді. Мен талант мысалы әлдеқайда күлкілірек болды. Дегенмен 3-те 1 тым жақсы есеп. Шатырды біз анандай қылып тастаған сияқтымыз. Түсінбейміз бұларды. Өздері қызық бірдеңе деген сайын одан сайын. Бояушы деген сайын сақалын бояпты деп. Сәл түсіндіру керек қой. Өзімізге ұнады деді ол явно өзіндеріне ұнап тұрған. Кішкене көрерменге де жұмыс жасап. Ол сөз андай импровизация есебінде біраз алға 100% өтпегеннен кейін сол жаңа кішкене жайландырып. Мысалы мен бұл жерде бір айтатын дүние, мысалы КВН дейікші, жайдарман деген бұл адамның өзге ішкі ойын, өзінің әлемін көрерменге көрсету ғой. Самовыражение ғой былайша айтқан кезде. Бұл халыққа не керек демесе, бүкіл халық түсінеді дегенде емес, бұл жерде жұмбақ,
сен білмей қалған бір трендтерді аналардан көріп кейін барып іздейтін сондай ойын ғой негізі. Сондықтан бұл жерде Жайдарманның КВН тарихында ондай командалар көп болған. КВНді өзгерткен, жаңа бір бағыт алып келген, лэп, тренд алып келген командалар бар. Ресейдегі кезіндегі, мысалы, Das ist Fuck. Қандай еді? Соңғы маусым чемпиондары Flash Royale. Flash Royale мысалы. Олар көп адам түсінбеуі мүмкін. Мысалы, тағы да қандай командалар болды? Украинада прозрачный гонщик. Союз. Мысалы, сол сияқты да. А біздің қазақстандық, мысалы, Жайдарманда ондай командалар болды ма? Ну енді смотря қай жағынан. Болды. Мысалға, Арыс Абстрактно, деген команда, абстрактно. ол да мысалға бір жүйені сындырды КВН-да бұрын қалып кеткен. Сондайлар болады енді. Бұл жерде енді мысалы қанат түсінбесе де әркім өзінің аудиториясын жұмыс істейді да. Мысалы мен шатырда түсіндім, ана анименің образы, анимедегі мысалдармен кодамен кетті, түсінікті. Анименің аудиториясы көп. Ол тинейджер оқушылар, үлкен кісілер, анимені оқитындар бар анау. Сосын Акиматта істейтін Аватар деген ол Кэмеронның фильмімен. Мен айтқым келіп отырған, қанаттың айтқысы келіп отырған, бұл жерде просто странный екен деп қарайса, странныйдың ішінде де күлкілі болу керек қой деп деген әңгіме ғой, в общем. Ондай өзіміздің әлем, біз өзіміздің деген өз кайфымызда ойнаймыз деген команданың жеңіске жеткенін көрмеппін мен. Жоқ, олай ойнай беруге болады. Әзіл тығыздығы бәрібір. Мен көргем. Бәріміз бүкіл командалар болып 2012-де маусымға жоғары лигаға түскен кезде біз экспрессқа ешкім ставка қойған жоқпыз. Бірақ сол кезде Рамазан Фаиловтың экспресс ставка қойған жоқпыз дейсің ба? Иә. Экспрессқа сізге болмайды, сіз футбол федерациясында жұмыс жасайсыз ондай сөздер. Сол кезде Рамазан Фаиловтың қазіргі кодасы есіме түсіп тұр, сол кезде айтқан. Түсінікті болды ғой. Мыналар не істеп жүр? Мыналар не істеп жүр деп ойлап отқан шығарсыздар. Кезінде абайды ешкім бөлек әзілдер еді. Мен мысалы арнайы әділет үшін кейде айтатын едім, олардың мен стильдерін түсінемін да. Оларда күшті шуткалар бар, смысл, бірақ арасында бұларды ақылдымыз деген немен, киіммен онша қатты емес шуткаларда тығып жібереді да. Арасында мен солар айтатын, мен түсінемін ғой, ладно. Иә, түсіндім. Сол себепті кей ойында олар. Сол сияқты шатырда да бүгін енді ойлағандары болды, бірақ жеткен жоқ. Айтқысы келіп тұрғаны то, что біз түсінбеген екенбіз, негізі күлкілі деп тек айта салуға болмайды. Странный болуы да керек, бірақ тоже халыққа да. Анау ақтөбелік өткен жыл бізде осы ма команда? Бізде осы. Вот бізде осы да, мысалы өзінің бір аудиториясы болуы мүмкін. Сосын анау бикини ботом ба? Мысалы ол да бір сондай команда ғой, өзімен өзі жүргенше, олар содан ләззат алады, одан содан рахатталады да. Түсінбедік па, түсінбедік деп айтылып, бағасы солай қойылу керек сияқты, мне кажется. Сол кезде уже көрінеді. Меньшинство или большинство? Но біз нарда шатырды ғана талқылап отырмыз. Себебі шапалақ та қатты ойнаған жоқ деп. Негізі 3-1 қылған аналардың қасында, анау тентек баланың қасында тәртіпті бала болды да, сонымен. Негізі бір нәрсеге тағы да акцент дейді ғой. Бұл құрама біраз ойнаған жоқ. Біз оларды асыға күттік. Олар енді бізбен бірге маусымда Талдықорған шапалақ. Хабарлады, зритель уже күтіп отырды и күлуге дайын болып отырды. Келесі болып шығатын команда өзінің жеке бір әлемі бар, шатыр, семей. Хабарлауының өзінде де да, мне кажется, ол дайындап қойып отырмай. Дайындап қоюға болады. По ситуации шығады, ол мне кажется, ол мынаған осылай хабарлайын деп ойламайды. Жоқ, негізі, в целом. Және де шатыр сияқты команда керек қой, түсінікті. Біреу 16-ның бірі неге болмасқа, иә? Жоқ, олар да аспаннан түскен жоқ қой, фестиваль ойнады, Даборға шейін жетті, осылардың ішінен таңдалып шыққан. Сосын шапалақ дұрыс айтады, болып болған жоқ қой шапалақта. Иә. Ойландырып күтпеген нәрсе. Читайым баяғы сол кубокқа қол жеткізіп жүрген системамен алып шықты, бірақ бұл жолы болып болған жоқ. Актуал өйткені біздің елде қазір көп жағдайлар болып жатыр. Соны мүмкін точкаларға тие алмады. Сосын мен ойландым, мына былай марафон ғой, бұл ұзақ марафон. Ертең кубок емес, бұл жерде бір оймен шешілмейді. Қалай болады деген сияқты. Жоқ, қателеспесем, ұзақ марафон дегеннің өзінде өзі 3 турдан деген. Осы командалар бір-бірімен кездеседі де, сонымен бітіп қалады, сондықтан мысалы. Және де шапалақта тағы да бір айтарым, көп айтып отыр ғой, биылғы маусымның фавориттері деп. Менің ойымша, олар фаворит. Шапалақ па? Иә. Себебі 2 маусым бойы Гон команда чемпион болды. Биыл саналы маусым, мүмкін саналы команда, сана сезім ойынған команда чемпион болады шығар. Ойын көрсетті бұл. Бағана сөзді жалғастырып кетейін, жүргізушінің де подводкасына байланысты. Кейде жүргізуші
команданың картасын ашып тастайды, немесе оған жоғары не беріп тастайды, потолок қойып тастайды да, бағана жуалыны осы лиганың қасқырлары бір нәрсе ешқашан бір нәрсе көрмеген деген адамдар, да ну нафиг, ал күлдір, ал қасқырсыңдар ма деп алады да, и қиын болып қалады да кіруге. Түсініп отырсың ба? Шатырға да сөйтті да, уже шатырдың нәзілдейтін ведущий айтып қойды да, өздерінің әлемі бар, бір нәрсе деді, и көрермен түсініп қойды да, қазір да и соған алып келді да. Түсініп отырсың ба? Подводкамен сатып қойып отыр. Есінаға кінәлі десеңіз, шошу. Есінаға кінәлі емес. әзіл көтере алмайды. Және де ондай мынандай жазып нәрсе беруге менің де қатысым бар да, сондықтан. Ол кісі жазылғанды оқып жатыр ғой, Көбіне. Ол кісі де жазылған оқитын ведущий. Ол деген по-разному. Импровиз жасайтын Ол кісі ведущий ма әлде ведущийдің рөлін атқарып тұр ма? Ол деген таза жүргізуші және де еді. менің ойымша шатыр ол кісі көп рөл атқарып жүр одно время. бұны айтпасақ та болмайды, шатырға Айтпақшы, Есен ағамен араларыңызда не болып жатыр? Ештеңе? Қайдан білейін, күшті диалогтар, бірақ күлкілі емес диалогтар болып жатыр да. Сол үшін ғой ештеңе болып жатқан жоқ, сосын күлкілі емес. Мен ұмытып кетпей алдыңғы подкастта да ұмытып кеттім, бүгін просто крупно айтайыншы. Бүгін қанат қой жыртқан бүкіл. Иә, өткен жол қанат жыртты. Екі ойын қатар ұмытып қанат кетпейінші. жыртты. бір ойын сияқты Қанат, болыпты. ведущийдегі жюридегі қанат ағамыз. Жоқ, байқайсыздар ма, екі ойын болды. Мені қинап күлдірді ана жерде. Жюрилердің контенті қызығырақ болып отыр командалардан. Байқайсың ба? Опа, сіз барсыз жюриде. Өткен жол мен бір-екі рет болт жасадым мен. Ведущий деп па? Жоқ, шыны керек қанат кәдімгідей. Біз бірдеңе айтып жатсақ, Сізде де потенциалыңыз мықты екен. командадан қатты күлдіріп жіберіп жаттық қой. Мен барынша енді Есін аға көңілді отырсай дейді, қорқып отыр, бірдеңе деп қалам ба деп, сонымен тәртіпті бала отырдым пока. Бүгін Ләйла апаның өзі де, кешірім сұраймын, Ләйла ханымның өзі де жақсы нелер ұстады. Әзілдер, жақсы Менен пастар. бірдеңе сұрады ғой, мен шошып кетіп микрофон. Мен түсінгенім бойынша сіздер командалар туралы айтатын ойдың бәрін айтып болдыңыздар, иә? Неге осы Ләйла әпшеге гүл бере беретін болған командалар? Жоқ, ол қазір ше бүкіл жайдарман алды. Диана келді ғой. Бір әзіл айтады команда ше. Ойын гүл әкеп береді. Неге гүл әкеп бере береді, мен соны түсінбеймін мен. Біз ойнаңызда Дана Нұржігіт әпшемдер талай күлсіз кетті ғой. Не бір әпшемдер. Қазір енді жағдай жақсы шығар мүмкін. Гүл бере беру. алуға. жоқ, менің ойымша қазіргі таңда жайдарманшылардың жағдайы Цветочный бар, автор болсашы келіп, идея тастай беретін бар. Жақсы, иә. жайдарманшылардың өміріне жағдайы өте жақсы емес. Иә, жағдайын жасап беріп жатқан GCI ғана шығар, бірақ олар кімнің атынан шығып Рас, жатқанына рас. мән беру керек. Олар өздерінің облыстарын, өздерінің қалаларының намысын қорғап отыр. Мен мысалы қазіргі таңда Семейдің екі командасы ойнап отыр ғой. Семейлік ретінде айтайын, Медунивер өте жақсы, мен өзім ойнадым ол жерде. Спонсор бәрі жақсы, ректор өте мықты кісі. Бірақ шатырдың спонсоры декабрьде шатырдың балалары барып ақша сұраған, иә деп береміз деді де, ойынға келген кезде берген жоқ. Мүмкін себебі ақшаның бәрі ТНТ-ға кетіп жатқан шығар, бір команда кетіп жатқан үшін. Бірақ менің өз жеке ойым, семейлік ретінде, жайдарманшы ретінде өзіміздің елімізде болып жатқан нәрсеге бірінші көңіл аудару керек. Сосын барып шет елге барып. Все, не кипишуй, брат, нормально. Сіз бір-екі команданың бір-екі ойыншылар бүйтіп қолдағаныңыз туралы естідім мен. Оны скромно айтпай отқан шығарсыз. Еріксіз Семейдің командаларына иә. Себебі Семейдің әкімшілігі білмеймін қайда қарап отқанын. Түсіндік, иә. Спонсор мәселесі Ешкімнің толық шешілмеген. әкімшілігі қарқымаған ол командаларда. Өз күніңді өзің көріп, жан-жақтан сөйтіп, анау қиналып неғыған нан тәтті болады дегенде сөйтіп келген дұрыс. Миллиардқа жету оңай емес ол дейсіз ғой. Әрине. Не то что ол Семей вечно қалады да, біреудің істегені біреумен кетеді. Бір ауыз сөзден қорытамыз ба? Иә. Эвертон ғой былайша айтқан кезде. Бүгінгі жалпы 8 команданың өнерін 4 жұптың өнеріне қатысты. Мүмкін алдағы үміт дәмелерімізді. Сырым, бір ауыз сөзден қорытайық. Бүгінгі менің ойымша шутка дня ол талант. Жаңағы Ләйла ханыммен референт жасаған, ертең эфирде де күлкілі болады деген ойдамын. Және де команда ретінде ең күлкілі болған ол талант Орал. Және Жуалы мен Қыздарский, мен өз ойым 3-1 Қыздарский жеңді. Талант бұл жолы потологын қойыпса, ертең сол потолокқа жете алмай қалмаса екен деген ой. Және бүгін фаворит болып маусымның жеңіліп жатқан бірінші түсірілімдегі командалар бар. Бүгінде мысалы көп күттіріп қойған командалар бар. Қасиет айтпақшы бір суға кіріп шықты. Ненің не екенін түсініп, базарда, нарықта не болып жатыр, не өтімді барлығын көріп зерттеп, екінші айналымға жақсы дайындықпен келеді деп ойлаймын. Алмалы өмір болғаннан кейін, мысалы Қазақстанда жақсы дайындалып кеп 5 гол жібереміз деп ойладым, сол сияқты. Сіздерде 4-0 бұл мұңаят нәрсе емес, алда ұпайларыңызды аласыздар деп ойлаймын.
Жақсы. Әсет. жазы болсын. Енді жаңағыдай ойынның басы дегенмен бұл топтағы командалар үшін маусымның басы ғой. Енді қорытынды шығарады деген ойдамын. Әркім өзі үшін ойнайды ғой. Енді өзім Оралға кетемін ғой бұйырса. 8 очкомен кетіп жатыр десең. Жоқ, алдыңғы топпен, мына топпен, бірақ ол да ол күшті қуанатын нәрсе емес, ол бірінші турдың есебі всего лишь. Ол ойындар әр командаларға, әр ойынға более серьезно қабылдап, өсім берсе екен деген ойдамын. Қазір енді тек пока суға түсіп көріп жатыр басында. Но келесіде уже жесткий талқылаулар болады, не себептен, анау мынау деген сияқты. Ойын енді жалпы жақсы деңгейде жылдың екінші ойыны үшін. Одан кейін ойын туралы жеке командаға тоқталмай ақ қояйын. Киноның тілімен айтқанда 10-нан 7 бүгінгі ойын. Мен қатты күлем деп келіп едім. Кинопоискта ма? Кинопоискта 7 жақсы ғой, күшті кино былай. Мен білетін адам сұрай салыппын ғой. Кинопоиск, біз кинотеатрдамыз әлі. Біздің кинотеатрда әлі болып отыр кино. Ана алу есіне шығып кетті деймін. Дискі қалып кетті деймін жерді. Жоқ, негізі айта берсін. Бір сұрақ кешіңіздер. Бүгінгі болған рекламалар жаңағы мүмкіншілік болса отандық киноға реклама жасасаңыздар. Пейішті үш рет айтты мысалға. Иә. Отандық киноға соны бір қозғап жездуға миллиард жинады бірдеңе деп сондай бір айтама деп тұрдым мен андай. Мен просто андай айналып келді да. Құрметті көрермен, негізі Қазылар алқасы әрқайсысы өзінің миссиясын тиісті деңгейде атқарып отыр. Бұл жерде мысалы ойлап қалмаңыздар, неге былай, неге ана бір-бірімен кейде бір драматургия жасап, бір-бірімен спорласып қалады ана жерде, бір-бірімен әзіл тастап, Есенаға әзіл тастап қояды. Оның барлығы қызық болу үшін, әйтпесе ол еріккеннен немесе бір іш пысқаннан істеп отқан жоқ. Әрқайсының өзінің миссиясы бар. Тек қана ұпай берген кезде өзінің санасы мен жүрегіне ғана негізделіп ұпайын береді. Қалғандары қызық болсын, шоу болсын деп қанат күлдіреді. Ләйла өтірік блондинканың рөлін атқарады деген сияқты. Қанат мысалы әдемі сөз тіркестерін жақсы әдемі пайдаланып отыр деген сияқты ғой. Бұл да мотивация ғой, мысалға Қанат келіп отырды. Ертең мына сахнада тұрған жігіттерге үлкен мотивация. Сен үшін мысалға Даниярдың отырғаны көрдің ғой. Мысалға енді қатты үзеңгілес болмағанмен, то есть Ғазиз отырғанда біздер өзіміздің қатар қалай қуандық. Келіп жатыр ғой уже орын. Маған да бірінші көргенде айттым, құтты болсын. Ол жайлап басталады, сосын жаңағы сен де айтып отырған сол басында күшті болып келесің. Бірақ ол да функция. Мысалға кез келген біреу келіп айтқаннан гөрі өзіміздің түлектеріміз келіп ұрысқан дұрыс КВНщиктер. Иә, ойдан ой туады, әлі таусыла алмай жатырмыз. Келесі талқыда бірдеңе қалдырып ол жақта да жалғастырайық. А және Б топтары сәуір айында ойнағаннан кейін олардың да талқысында жаңа қонақтар, ескіде қонақтармен тағы бір талқылап өтеміз деп ойлаймыз. Келесіде жүздескенше.